болады, жүздесуге мүмкіндік болады. Оған дейін енді сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін әдеттегідей жұма, және жұма күні балық шаруашылығы ғылыми өндірістік орталығы онлайн консультация беруге әзір. Бүгінгі тақырыбымыз балық шаруашылығына бекітілген су айдындарында және учаскелерде ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізудің маңыздылығы. Орысша көрермендеріміз болатын болса, орыс тілінде: о необходимости и важности проведения научно-исследовательских работ на закрепленных рыбучастках или водоемах. Негізі, қазіргі таңда біздің жануарлар дүниесін молайту және қорғау және пайдалану туралы заңына сәйкес кез келген балық шаруашылығы су айдындарында бекітілгеннен кейін де міндетті түрде ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізіп отыру қажет. Себебі ол су айдындарында балық ресурстары мен басқа да су жануарларының және олардың мекен ету ортасының жай күйін бағалауды қамтамасыз ету керек. Сондай-ақ бекітіп берілген балық шаруашылық су айдындарында жаңағы балық шаруашылығын жүргізу туралы, сонымен қатар жаңағы қалай балықтарды өсіру туралы ғылыми негіздемелер дайындалу қажет. Көп жағдайда көпшіліктен сұрақ туындап жатады: қазіргі таңда суды алғаннан кейін қандай шаралар жасау керек деген сияқты. Негізі біздің балық шаруашылығын жүргізу үшін негізгі қағида бар. Яғни қағидада жазылған: кез келген балық шаруашылығын жүргізу мақсатында, яғни сонда өмір сүретін жануарларды, яғни балық немесе басқа да су жануарларын сақтау мақсатында оның жыл сайынғы мониторингтік жұмыстарын жүргізіп отыру қажет. Онымен қоса, осы мына балық шаруашылығы жүргізу қағидасына сәйкес, мысалға, өзі балық шаруашылығын жүргізудің 4 бағыты бар. Яғни ол бірінші кәсіпшілік бағыт, екінші әуесқойлық, спорттық бағыты бар, үшінші көлді тауарлы балық өсіру шаруашылығы, төртінші жаңағы шарбақтық дейміз, немесе садковое хозяйство. Міне осы 4 бағыт бойынша балық шаруашылығымен айналысуға болады көбіне көп. Және мына балық аулаудың жалпы түрлері: балық аулауға қатысты, яғни кәсіптік аулау, әуесқойлық аулау, ғылыми зерттеуге аулау және контрольді, яғни бақылаулық аулау, мелиоративтік аулау және өсімін молайту бағытындағы, өсімін молайту мақсатында аулауға рұқсат беріледі. Көптеген мына қазіргі біздің өзен, көлдер, су айдындарында табиғат пайдаланушыларға жергілікті атқарушы органдардың бекітуімен ол водоемдарды бекітіп береді. Және бекітіп беру барысында ол кісілер өздеріне тиесілі даму жоспарын құру арқылы сол шаруашылықта бекітілген мерзім аясында жұмыс атқарады. Яғни ол бекітілген су айдыны, онда жаңағы судың тазалығы, су айдының тазалығы және ол жерде жүргізілетін көптеген мелиоративті жұмыстардың жаңағы міндеттемелер көрсетіледі. Яғни мелиоративтік жұмыстарды анықтау барысында, мысалға, ол мелиоративтік жұмыстарды анықтау үшін де ғылыми зерттеу жұмыстарын қажет етіп отырады. Себебі, мысалға, су айдын, кез келген бір көлді болсын, басқа да болсын бір су айдын алатын болсақ, ол жердегі жаңағы шөптердің өсуі, немесе су асты, су үстіндегі жаңағы өсімдіктердің көбейіп кетуі, болмаса жаңағы сорный балық деп айтамыз, кәсіптік маңызы жоқ балықтардың көбейіп кетуі,
Онымен қоса жаңа судың келуі, кетуі, мына қысқы уақыттарда мұздың жабылуы, мысалға жаңа климаттық условияларға байланысты, жаңа жағдайларға байланысты. Сонымен қатар ол су айдындарындағы қыстау кезіндегі жаңағы ямалар деп атамыз, мысалы солардың бәрін анықтау бойынша ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізу арқылы соларды анықтап және оларды жақсарту мақсатында, яғни жаңа балық жаңағы табиғи жолмен көбею болсын, басқа да қолдан ұрықтандыру болсын, басқа да жұмыстар атқару үшін ғылыми негіздемелерге сүйенген дұрыс деп ойлаймыз. Себебі бұл мынау біздің заңымызда көрсетілген және балық шаруашылығын жүргізу қағидасында, сонымен қатар балық шаруашылығы, балық аулау жаңағы ережелерінде көрсетілген бұның бәрін. Және міне қазіргі біздің қонақтарымыз қатысып отыр, көптеген сұрақтар жүріп жатыр. Яғни осы сұрақтарға да кішкене көз жүгіртіп жауап беріп отырайын уақытында. Бірінші сұрақ, міне біздің сұрақ: тауарлы балық өсіруге оңтүстік аймақтарда елдердің базасында қандай балық түрлерін аулауға болады? Өте орынды сұрақ. Тауарлы балық өсіруге оңтүстік аймақтарда әрине енді бізде қазір традиционды, яғни мына сазан, карп деп айтып жатамыз. Сонымен қатар өсімдік қоректі балықтар көбіне көп өсірілуде. Оның ішінде жаңағы амур мен ағамур мен дөңмаңдай балығы көбіне көп осы балықтар өсіріледі. Егер сіздің жаңа көліңіздің мүмкіндігі жететін болса, немесе өзіңіз жаңа айналысып отқан тоған шаруашылығының мүмкіндігі жететін болса, яғни ондағы гидрологиялық жағдайлар дейміз, мына судың жағдайлары сәйкес келетін болса, бекіре балықтарын да өсіруге болады. Сонымен қатар қазіргі таңда енді оңтүстік өңірде мынау күннің жылу уақыты көп болғандықтан, ол жерлерде қазір бізге мына жаңадан келіп жатқан аквакультурада клариевый сом дейміз, яғни африкалық сом, сонымен қатар телепия балықтарында өсіруге мүмкіндік бар. Тағы бір қатысушымыз сұрақ қойыпты: өзен бойынан немесе жанынан жер учаскесін алуға бола ма және оның талаптары мен ережелері қандай? Әрине болады, бірақ ол егер мына өзеннің қорғау аймағына жатпайтын болса, қорғау аймағынан алысырақ болатын болса, ол жерден жер алып және ол жерде балық шаруашылығын жүргізуге әбден болады. Келесі сұрағымыз, міне көп сұрақ келіп жатыр, бәріне енді тағы да қатысушыларға айта кетейін, біздің уақытымыз негізінде шектеулі, яғни 1 сағат аясында көлемінде біз сұрақтарға жауап беріп үлгеруім керек. Сіздердің барлықтарыңыздың сұрақтарыңызды оқып, енді жауап беруге тырысамын. Міне келесі сұрақ: көлде тауарлы балық өсіру үшін көлдер қандай талаптарға сәйкес болу керек? Көлде тауарлы балық шаруашылығын жүргізу үшін негізі заңдылығында ол көл оқшауланған болу керек. Немесе егер басқа да бір өзендермен, басқа да бір су айдындарымен байланысы болатын болса, онда ол жерде басқа су айдындарынан бөліп тұратын жаңағыдай нелер, құрылымдар болу керек. Яғни гидротехникалық сооружениелер дейді. Сонымен қатар ол жерде жаңа балық қорғау құрылғысы болу керек, РЗУ да болу керек. Сол кезде ол талаптарға сай болып есептелінеді. Келесі бір сұрағымыз қатысушыларымыздан: балық шаруашылығымен айналысуға көлді қалай алуға болады? Қазіргі таңда мына жергілікті су айдындарына келетін болсақ, мысалға жергілікті су айдындары және республикалық су айдындарында бұлар конкурсқа қойылу үшін міндетті түрде бірінші бұқаралық ақпараттық көздерінде жарияланымға шығады. Содан кейін конкурсқа қатысып, конкурс негізінде алуға болады. Бірақ тағы да бір екінші нұсқасы, ол егер сіздің өзіңіздің жер учаскеңіз болып, соның ішінде тоған немесе көл болатын болса, сіз жергілікті атқарушы органға өзіңіздің өтінішіңізді тастап, конкурссыз
құқықсыз алуға болады, егер бірақ толықтай сіздің су айдыныңыз өзіңіздің жаңағы жер учаскеңізде болса. Көлдерде балықтардың қорын көбейту үшін қандай шаралар жүргізу қажет дейді. Жалпы көлде балық шаруашылығын, жалпы балықтардың қорын көбейту үшін ол міндетті түрде мелиоративтік жұмыстар жүргізіп отыру керек. Яғни ол жаңағы көктемгі уақытта, жазғы уақытта мынау шөп басудан, яғни судың астындағы үстіндегі жаңағыдай шөптердің басуынан, немесе жаңағы су өзен арналарын тазалау, онан кейін жаңағы егер көліңіз кішкентай болатын болса, аэратор қоятын мүмкіндігіңіз болса, ол тегі жақсы болады. Себебі аэратор қою арқылы сіз көлдегі мына оттегіні көбейту арқылы балықтарға үлкен мүмкіндік бересіз. Және ол жем беру міндетті түрде егер болса, әрине жақсы. Жем беріп өсірсеңіз, ол тамаша балықтарды, яғни балықтың өнімділігін жоғарылатуға болады. Сонымен қатар қысқы уақыттарда мұзды міндетті түрде ойып, жаңағы обмен кислорода дейді, оттегінің алмасуын бақылап отыру қажет. Какая из рыб попадается реже всего в научно-исследовательских работах на водоемах? Очень хороший вопрос. Ну, у нас это зависит от региона. Допустим, в южных регионах в основном попадается лещ, потом сазан. Допустим, в северной части нашей страны есть озера, допустим, да, вот где обитают в основном караси. Поэтому, а также это зависит от ячеи наших сетей. Вот если рыбы крупного размера, то есть крупные часиковые рыбы, тогда, естественно, они будут попадаться на крупные сети. А если мелкочасиковые, тогда они будут попадаться на меньшие ячеи. Ну, в основном, допустим, в южных регионах, я как сказал, в основном лещи встречаются, и караси тоже хорошо встречаются. Есть рыба щимая, тоже на сети хорошо ловится, то есть в наших сетях обычно. В общем, в бассейне у нас, в Арал-Сырдаринском бассейне обитает около 15 рыб, которые являются промысловыми. Так, келесі сұрақ. Балық өсіруге қандай көлдер, қандай талаптарға сай болу керек? Жаңа бір қайталап айтқан сияқтымын. Егер көлдердің жағдайы негізі басқаруға ыңғайлы болу керек. Себебі судың келуін, кетуін бақылап отыруыңыз керексіз. Бұл да былайша айтқанда жалпақ тілмен айтатын болсақ, мысалға бір қора секілді болу керек. Яғни оны жабуға да мүмкіндігіңіз болу керек, ашуға да мүмкіндігіңіз болу керек. Себебі егер жабылмай, ашылмай, жан-жағын бәрі ашық болатын болса, оның ішіндегі өсірген балықтарыңыздың бәрі міндетті түрде кетіп қалып жатуы мүмкін. Гүлмира, сәлем. Какие виды рыб рекомендуются для разведения товарного рыбоводства? Вот сейчас на казахском я ответил на этот вопрос, но еще раз хочу отметить. Традиционно обычно выращивается сазан-карп. Ну, как бы сазан дикая форма, карп домашняя форма сазана, да, знаете, и растительноядные, то есть это белый амур и толстолобик. Но сейчас у нас по аквакультуре, допустим, в южных регионах люди выращивают, то есть предпользователи выращивают клариевого сома, также теляпию выращивают. В принципе, их можно тоже выращивать. А в горных регионах рекомендуется, конечно, это форель из сиговых. Потом можно, конечно, если финансовые, конечно, это затратно, но если позволяет финансовые вопросы, ну, как бы финансовое положение, тогда можно, конечно, осетровых выращивать. Какие виды? Так, я вроде бы ответил. Имеется ли естественное нерестилище осетровых на реке Урал? В каком количестве? Да, имеется на реке Урал. Наш филиал, Атыраускый филиал и западно-казахстанский филиал работают именно на этих водоемах. Да, действительно, имеется там нерестилище осетровых. Как вы знаете, наша сторона, казахстанская сторона, является
намного как бы для воспроизводства островок самые подходящие как бы субстраты и очень много нерестилищ. Поэтому то есть в нашем Урале, да, есть нерестилища островок. Скажите, пожалуйста, какие паразиты чаще всего встречаются в рыбе? На сегодняшний день очень актуальные вопросы. Один из актуальных вопросов, потому что вот недавно, после случая утечки то есть утечки водохранилища Сардоба, в южных регионах поднялся вопрос, то есть даже в соцсетях появлялись много таких видеороликов то есть рыбы с болезнями и с паразитами. Но я хочу сказать, конечно, у всех животных есть паразиты, есть разные бактерии, поэтому у нас в основном встречается лигулез, ихтиофтюрез, бывает краснуха, множество случаев вот эти паразиты встречаются. Келесі бір сұрақ, балық өсіруге арнайы субсидиялар алу үшін қандай құжаттар немесе шаралар жасау керек? Қазіргі таңда бізде елімізде балық шаруашылығына қатысты үлкен бетбұрыс болып жатыр. Субсидия қатысты негізі қазіргі таңда жемге, яғни сіз жем алатын болсаңыз, сол жемге субсидиялау жұмыстар жүргізіледі, және мына техникаға байланысты, жаңағы камыша косилка дейміз, жаңағы қам соратын машинаға субсидия беріледі. Бірақ қазіргі таңда мынау үкімет тарапынан үлкен балық шаруашылығы даму программасы қаралып жатыр. Сол программаға сәйкес субсидияға да, то есть балық өсіру үшін берілетін субсидияларға да үлкен өзгерістер енгізілуі мүмкін. УЗВ үй жағдайында барабан фильтр қажет пе? Енді ол сіз өсіретін немесе жаңағы су көлеміне байланысты, мен ойлаймын, неғұрлым УЗВ-да барабан көбіне пайдалану керек деп. Себебі сіз бір суды және қоректендіріп балыққа жем шашып отыратын болсаңыз, міндетті түрде оны тазалап отыру қажет. Сондықтан барабан фильтр міндетті түрде керек. Келесі қонағымыздың сұрағы, сіздер жақта оңтүстік Қазақстанда жылы сүйгіш қандай балықтар өсіріледі және табиғи су айдындарында кішкене түсініксіз екен, қапастарда өсірілген зерттеулер бар ма? Су айдындарында, қапастарда. Жалпы енді біздің оңтүстік өңірде көбінде өсірілетін айтып кеттім. Сазан, карп, жаңа дөңмаңдай, ағамур. Сонымен қатар мынау Түркістан облысында көп табиғат пайдаланушылар жаңағы кларивый сом дейміз, немесе африкалық жайың деп атаймыз. Соны өсіріп жатыр. Қазіргі кезде, соңғы кездері тилапияны да әкеліп жатқан жайлары бар. Сол себептен өсіруге болады. Су айдындарында да өсіруге болады. Келесі сұрақ, қолдан жасаған тоғандар жасап субсидия беріле ма? Қолдан тоған жасауға болады. Қолдан тоған жасап, бірақ оны міндетті түрде жергілікті акиматқа өтініш беру арқылы оны тізімге енгізу қажет. Содан кейін сіз сол жерде жаңағы балығыңызды өсіру арқылы субсидиялар ала аласыз. Как обстоит ситуация с камбалой глосса в Малом Арале? Да, действительно, когда после восстановления Малого Аральского моря, до прошлого года на камбалу мы давали на лов, то есть лимиты выдавались. А вот с прошлого года, то есть с этого года, с 2020 года лимиты мы не выдавали, потому что в связи с уменьшением численности камбалы мы прекратили
то есть остановили лимит. Потому что на сегодняшний день гидрологический режим, то есть сейчас уже 10, максимум 12 промилле соленость воды. Поэтому для Камбалы это очень, как сказать, неблагоприятные условия, поэтому каждым годом уменьшается их численность. Поэтому с этого года у нас нет лимита для Камбалы. Келесі сұрақтар о берік ұлы су қоймаларда, көлдерде және өзендерде немесе учаскелерде кәсіптік балық аулаудың балық қорына қандай әсері болуы мүмкін? Өте жақсы сұрақ. Учаскелер кәсіптік аулау. Енді тағы да заңдылыққа қайтып ораламыз. Егер мына балық шаруашылығын жүргізу қағидасына сәйкес, балық аулау ережелеріне сәйкес бәрін толыққанды жүргізетін болса, онда былай айтуымызға болады, балық қорына қаншалықты да бір жаңағыдай зиян келмейді деп. Себебі егер ол талаптарды, ол заңдылықтардың бәрін орындайтын болса, ол жерде балықтың, мысалға ғылыми ұйымдары балықтың жаңағыдай аулау лимитіне жаңағыдай бағалау берген кезде, олар өсіміне ғана береді. Яғни белгілі бір кәсіптік қор сақталып, соның үстіндегі өсімін аулауға ғана рұқсат береді. Егер шынымен де сол жаңағы қағидалар, ережелер сақталатын болса, қандай да бір зиян болмауы мүмкін. Бірақ ал егер сақталмаған жағдайда, яғни жаңағы салынатын ау құралдары, мысалға заңмен жаңағыдай тыйым салынған аулар, немесе аудың көздері кішкентай болып, немесе олардың жаңағы гидрологиялық жағдайын бұзатын болса антропогендік факторлармен, ол кезде міндетті түрде әрине балықтарға зиян келеді, қорына да зиян келеді бірінші кезекте. Гүлмира Аблайсанова, қалың су өсімдіктер басқан көлдер тазартудың әдістері бар ма? Иә, бар. Егер сіздің көліңіз жеке көл болатын болса, ол көлде мысалға техниканы пайдалану арқылы оны тазалауға болады. Яғни мынау лебедка дейміз, яғни трактордың артына жалғап, немесе былайынша жаңа дедовский метод дейді. Көп адамдар мынау үлкен ауыр темірлерді жаңағы ара секілді тістерін аша секілді жасау арқылы оларды қайықпен судың ортасына апарып машинамен тарту арқылы тазалайды. Бірақ енді оның бәрі былайынша қолдан жасалған дүниелер, бірақ негізінде жаңағы техника, сол арналған техниканы пайдаланған өте дұрыс. Какие основные параметры воды влияют на жизнедеятельность рыб? В первую очередь это кислород. Кислород обязательно, потом pH. Потому что в первую очередь, почему кислород? Потому что вы сами знаете, рыба под водой, конечно, дышит как кислородом из-за этого. А потом еще один момент, конечно, если было бы желательно проточность воды, это очень сильно влияет на воспроизводство рыб. Мына бізде бір кісі қонағымыз Орал жақтан болу керек. Уровень воды в реке Урал с каждым годом падает. Есть ли смысл выращивания рыб в садках, установленных на реке Урал? Да, это очень хороший вопрос, но хочу сказать, так как у нас трансграничная река, это надо будет нашему правительству решать вопросы именно по отпуску воды. Вот, тогда мы можем как-то вот планировать. И, конечно, и еще один есть такой, так скажем, климатические условия, да, то, что раз в 5 год вода, допустим, бывает годы большие воды, бывает малые воды. Получается, вот сейчас, текущий период, идут маловодный период. Поэтому это, конечно, тоже время зависит от природы. Жанара Дути. Көлдерде ғылыми зерттеу жұмыстар жүргізіледі және қандай жыл мезгілінде қолайлы?
Өте орынды сұрақ. Енді біз зерттеу жұмыстарын көктемнен бастап күзге дейін, себебі сол уақыттарда балықтардың мынау белсенді өмір сүру уақыты болып есептелінеді. Сондықтан сол уақыттарда біз зерттеу жұмыстарын жүргіземіз. Әрине қыста да жүргізуге болады, қандай жаңағыдай ямаларда немесе қыстайтын уақыттарын анықтау үшін деген сияқты. Бірақ қыста балықтың мынау белсенді ау көздеріне болмаса құрма ау көздеріне түсу мүмкіндігі өте төмен. Себебі қыста балықтар баяу қозғалғандықтан, және онымен қоса судың құрамындағы организмдер де бар. Сондықтан кешенді зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін ол организмдер мысалы қыстың күні мүлдем кездеспеуі де мүмкін. Себебі олар ұйқыға кетеді, басқа шөгетіндер шөгіп қалады. Сондықтан ондай жұмыстар тек қана көктемнен бастап күзге дейін жүргізіледі. Какие формы дикого сазана попадаются в уловах? Камышовые, другие формы и другие. Смотря в каком водоеме. Вот, допустим, вы тут указали камышовые и другие. У нас в регионах в основном не камышовые формы, потому что обычно речные, те, которые обитают в реках, да. Потом можно сказать, если, конечно, если отшнурованный водоем или, так скажем, изолированный водоем, да, там действительно форма будет камышовая. А если будет выход на реку, допустим, да, тогда у нас как бы это считается анадромными. Гүлмира дұрыс жауап бердім ғой, да? Сіздің сұрағыңыз, Гүлмира ханым. Есть перспектива выращивания судака в рыбоводных хозяйствах Кызылординской области, и есть ли заинтересованность у фермеров в разведении судака? Очень хороший вопрос, Нина Бодрызлова. Очень хороший вопрос. Да, на сегодняшний день судак у нас является очень, так скажем, золотой рыбкой, потому что у нас многие предпользователи, фермеры экспортируют данную рыбу, то есть экспортируют судака. Поэтому, да, есть перспектива. И могу сказать, мы уже второй год работаем, то есть по проекту фонда науки по коммерциализации, по искусственному воспроизводству судака. Да, очень большой интерес, потому что у нас в регионе имеется 8 рыбоперерабатывающих заводов, которые из них 4 имеют еврокода, то есть они имеют напрямую, то есть они экспортируют рыбу напрямую на страны Европы, в Россию, Грузию, поэтому есть большой интерес. Салем, Иркамбек. Работаете ли вы с предпользователями, как часто они к вам обращаются? Да, очень хороший вопрос. Если честно, вот в нашем регионе очень, так скажем, большинство предпользователей обращается к науке с обращением, изучить их водоем, также просит биологическое обоснование на проведение УТРХ. Потому что сейчас уже люди, предпользователи уже знают то, что уже ресурсы, скажем, естественные ресурсы, это, конечно, не скончаемые, уменьшаются, поэтому они уже потихоньку переходят на товарное выращивание. В этом плане они хорошо, тесно работают с нашим институтом. Так, спасибо за ответ. Сохраните потом. Обязательно сохраним. Саламатсыз ба, шетелдік ғалымдармен бірлесіп зерттеулер жүргізе ме дейді. Өте орынды сұрақ, міндетті түрде, себебі біздің
зерттеулеріміз тек қана өзіміздің мемлекетіміздің аясында емес, шетелдіктермен де жаңағы тәжірибе алмасу арқылы жүргізіп отырамыз. Ол міндетті түрде бізде енді айта кетейін, неміс жаңағы ғалымдармен байланыс бар, мына Қытай ғалымдармен байланыс бар. Былтыр мына Тенгри университетінің ғалымдармен, яғни Америка құрама штаттарының ғалымдармен кездесіп, далалық зерттеу жұмыстарын жүргізгенбіз. Жалпы байланысымыз бар. Ассалаумағалейкум. Кеңес кезінде ауылда Тұзды көлде сазан бар еді. Қазір кезде су тартылыңқырап қалған, балдырлы көл болып тұр. Сұрағым, тұзды суға сазан, ағамыр, балық, тағы басқа балық асырауға бола ма? Сұрағыңыз өте орынды, бірақ енді сіз кеңес кезінде ол қаншалықты тұзды болған белгісіз, себебі тұздылығы 15-20-дан жоғары балық өсіру ол өте қиынға соғады. Яғни ол жерде тек тұзды судың, яғни теңіздің балықтары ғана ондай жаңағыдай тұздылықта өмір сүру мүмкін. Ал егер сіз тұщыландырсаңыз, әрине мүмкіндік бар. Тұзды суда өсіруге мен сізге, егер тұздылығын тексерсеңіз, айтар едім, артемияны өсіруге болады. Яғни ол артемия деген балық емес, кәдімгі шаян тәрізділер класс жаңағы тұқымдасына жататын жәндік болып табылады. Яғни ол тұзды суда өте жақсы өседі және ол өте бағалы. Оның шикі заттары, яғни оның цистасы килограммына қателеспесем 15-20 мың теңге тұрады ғой деймін, бірыңғай цистасының. Проводится ли генетические исследования рыб в нашем регионе? Да, проводится. Мы сейчас работаем по определению приемной емкости рыбохозяйственных водоемов. Вот именно в данном проекте, то есть в этом проекте, да, есть генетические исследования. То есть мы определяем, то есть берем пробы из естественных водоемов и из рыбопитомников и сравниваем, откуда идут воспроизводства, то есть от естественных условий или от искусственного. Вот в этом плане у нас хорошие работы ведутся по генетике. Ага. Тогда бір сұрақ. Проводится ли исследование артемии в Малом море? У нас проводится исследование в Большом море, вот в заливе Тушубасы и в заливе Чернышова. А в Малом море, так как она является пресноводной, там артемий практически не встречается. Не только что пресноводной, а в принципе там не встречались, по крайней мере, в наших пробах, в наших исследованиях. А так в Большом море, да, встречается, и каждый год устанавливается лимит, квота на вылов артемии. Керемет, рахмет, сізге сұрақтарға өте түсінікті жауап бердіңіз дейді. Өте қуаныштымын. Ереке, сәлем. Рахмет. Сізге де рахмет, анық жауаптарыңыз. Рахмет жауаптарыңызға дейді. Құрметті қонақтар, сіздерге рахмет. Осындай белсенді араласып, Қуанышбай Болатович, сәлеметсіз бе, қалыңыз қалай? Белсене араласып қатысып отырсыздар, сіздерге үлкен рахмет. Тағы да міне, енді әрине сіздермен көп сөйлесуге мен қарсы емеспін, сондықтан мен енді коротко тағы да жауап берейін. Мына жақта сұрақтар бар екен. Су айдындарында, шабақтарда балық өсірудің мүмкіндігі бар ма дейді. Су айдындарында, шарбақтарда, кешірім сұраймын. Әрине, садковое хозяйство ол қазіргі таңда өзіңіздің кез келген су айдында мысалға рұқсат алып, жаңағыдай тағы да ғылыми зерттеу нәтижелерін ескере отырып, яғни сол ғылыми зерттету арқылы шарбақтық балық өсіруге мүмкіндік бар. Көл, өзен жанынан тоған жасау үшін жер алуға сұраныс кімге беріледі, рұқсат алу реально ма дейді. Өте орынды сұрақ.
бағана бұл осыған ұқсас сұрақ болған. Көлді немесе басқа өзен учаскелерін тоған жасау үшін алу үшін міндетті түрде бірінші жергілікті жаңағы атқарушы органға, билікке хабарласасыз, өтініш жазасыз, сол арқылы. Жаңа айтып кеттім, егер өзіңіздің жер учаскеңізде салатын болсаңыз, онда өтінім беріп, ешқандай конкурссыз аласыз. Ал егер жергілікті маңызы бар су айдындар тізімінде тұрған, болмаса республикалық маңызы бар су айдындар тізімінде тұрған көлдер болатын болса, міндетті түрде конкурс жарияланып, конкурс арқылы ала аласыз. Сәлеметсіз бе, Сәуле Жангерна, қалыңыз қалай? Мына жақта Динара өте қызықты сұрақтар болып жатыр. Енді бәріңізге жауап беруге тырысайын. Ереке сұрақ қойып жатыр. Қызыл кітаптағы мен сирек балықтардың санын көбейту бойынша жұмыс жүргізіле ме сіздер жақта дейді. Біздің жақта негізінде Арал Сырдария бассейнінде қызыл кітапқа енген пілмай балығы, яғни бекіре тұқымдастарына кіретін, сонымен қатар арал қаязы, сонымен қатар Сырдария тасбекіресі қызыл кітапта енгізілді. Бірақ қазіргі таңда жаңағы арал қаязын сақтау мақсатында бір табиғат пайдаланушылардың тарапынан, яғни облыс тарапынан жаңағыда қаражат қарастырылып, табиғат пайдаланушылар тарапынан бір жұмыстар атқарылып жатыр. Мен оны өзім көрдім. Біздің жалпы ғылыми зерттеу институтында жоспарында бар. Оны енді біз жақын аралықта ол жұмыстарды да жасаймыз. Спасибо за исчерпывающий ответ на вопрос дейді. Пожалуйста. Қызыл кітапқа енген балықтар аулауда кездесе ме? Әрине кездеседі. Мысалға бізде қаяз балығы көбіне көп кездеседі. Күріш алқаптарында, бізде енді Қызылорда өңірінде күріш алқаптары көп болғандықтан, соған көктемгі уақытта кіріп, және сол жылы суларда көптеп кездеседі, және біздің аулауларда да кездеседі. Бірақ біз оны тірі күйінде жаңағы размерлерін алып, яғни өлшемдерін алып, оларды қайта суға жібереміз. Very happy. Рахмет. Very happy. Сирек және жойылу қаупі бар. Бұл сұрақ басқалау екен. Жойылу қаупі бар балықтарға зерттеулер қалай жүргізіледі? Тағы да қайталап өтейін, біз оларды жаңа белсенді, яғни активті аулау құралдарымен оны аулау арқылы оларды тек тірілей өлшемдерін алып, фото-видео съемкаға түсіріп, қайтадан өзінің табиғи ортасына жіберу арқылы зерттеу жұмыстарын жүргіземіз. Здравствуйте. Было инфо о состоянии рыб после наводнения в Мактаральском районе. Какое решение принято? Хочу комментировать то, что вот после утечки после наводнений в Мактаральском регионе сейчас рекомендуется мелиоративный отлов. И хочу внести ясность, то, что вот после наводнения, то есть после утечки водохранилища Сардуба, получается, прошел большой объем воды на территорию Мактаральского региона, то есть затопило 4 или 5 то есть аулов. Но вот эти воды, получается, они на орошаемых землях, получается. Там они не имели ни связи ни с водоемами рыбохозяйственного значения, то есть местного значения, и водоемы республиканского значения. И хочу сказать то, что очаг, то есть наводнение происходит только в этих аулах, то есть где-то 4-5 аулов только затопило. То есть затопило и вот эти поля. Поэтому таких угроз нашей реки Сырдарьи или Шардаринского водохранилища пока нет. Но принято решение, то, что вылавливать рыбы мелиоративным путем из вот этих полевых остатков, то есть из полевых вод.
Так, спасибо за ответ, очень интересно. Сәлеметсіз бе, тендер балық аулау учаскелеріне Балқаш көлдерінде қашан болады дейді. Жауап берейін. Жалпы мына көлдерде болсын, өзен жаңағы су айдындарында болсын, тендер болу үшін мысалға бастапқы тендердің уақыты біту керек. Мысалға қазіргі таңда Балқаш көлінде барлық учаскелердің табиғат пайдаланушылары бар, яғни өзінің жаңағы иелері бар. Олар 10 жылдан кейін, мысалы, уақыт өткен сайын, олар 10 жыл бітеді, 10 жылдан қайттан тендерге қойылады. Немесе 5 жылдық, немесе 20 жылдық, мысалға. Енді ол жаңа бекітілу мерзіміне қарай. Сол секілді Балқаш көлінде егер сіз акиматқа жаңағы шығып біле аласыз, қай уақытта мысалға ол жаңағы көлдің иелік ету мерзім бітетін. Сол арқылы сіз біліп отырасыз. Және ол тендерге шығардан бұрын, конкурсқа шығардан бұрын міндетті түрде бұқаралық ақпарат көздерінде көрінеді. Все очень четко и понятно. Спасибо. Жалпы балық шаруашылығы орталығы балықты зерттеуде қандай зерттеулерді іске асырады? Жалпы біздің балық шаруашылығы орталығы ол кешенді зерттеу жұмыстарын су айдындарында жүргізеді. Яғни ол кешенді зерттеу жұмыстарында судың гидрохимиялық жағдайы, судың гидробиологиялар, яғни қоректік қоры балықтардың, жалпы балықтың қоры санын анықтау арқылы, жай-күйін бағалау арқылы сол су айдынның жалпы жаңағы жағдайын зерттеумен айналысады. Және біз айналысу арқылы жаңа паспортизация дейміз, мысалға су айдындарында паспорт жасау, немесе жаңағы су айдындарын ауыстыру бағыттарын, яғни кәсіптен мысалға көлік тауарлыға деген сияқты. Жалпы суға, балыққа қатысты енді толықтай, мысалы генетикалық зерттеулер бағана айтып кетіп жатырмын, гидробиологиялық зерттеулер, соның организмдерді жаңа зерттеу арқылы, қорларын бәрін анықтау арқылы жүргіземіз. Және былайынша айтсам болады, үлкен кең бағытта. Насколько сильно ежегодно можно колебаться состояние рыбных запасов в определенных водоемах? Ну, это зависит в первую очередь от условий, то есть гидрологии, климатических условий. А также зависит от антропогенных условий. Если провести рыболовство, не соблюдая, допустим, все нормативы и правила, тогда, конечно, это большой ущерб будет. То есть будет сокращаться. А если соблюдая все правила рыболовства, а также не нарушая, так скажем, законы и правила, тогда, в принципе, не так уж сильно. Потому что вот ежегодно, когда мы высчитываем лимиты, то есть делаем расчеты, оставляем определенную часть промысловую рыбу и даем возможность выловить ту часть, которая как бы приумноженную часть получается. Да, хорошая информация, спасибо. Лайк. Сіздерге де лайк. Сәлеметсіз бе, Тынысбек, рахмет. Это очень интересная тема, спасибо. Тағы бір сұрақ. В чем может быть причина мора рыбы в водоемах? Да, очень хороший вопрос. Это зависит от периода. Допустим, летний период, конечно, от жары, также от зарастания водоема, а в зимний период, конечно же, от покрова льда. Поэтому в этих случаях надо соблюсти правила мелиоративных работ. Это получается очищение водоема от растений, допустим, зимние периоды. Чаще надо делать лунки для аэрации. Вот таких. Так, сіздерден тоғанда балық өсіруге бастағысы келген адамдарға толық нұсқаулықтар бар ма? Қалай алсақ болады? Бұл іспен шұғылдану бастасақ, сіздерден қандай жәрдем болады? Өте орынды сұрақ. Әрине, бізде жыл сайын жасалып жатқан жұмыстар бойынша нұсқаулықтар бар, балық шаруашылығына қатысты. Және біз сіздерге үлкен көлемде консультациялық жұмыстар және ғылыми жұмыстарды
жұмыстар арқылы көптеген жәрдемдер бере аламыз. Ол міндетті түрде бағана қайталап айтайын, бүгінгі біздің онлайн консультациямыздың тақырыбы балық шаруашылығының бекітілген су айдындарында немесе учаскелік ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізудің маңыздылығы. Яғни ол сіздің бізге хабарласып жұмыс жасауыңыз өте маңызды болады. Нұрғаным. Турар, привет. Отправил запрос. Сұрақтарыңыз өте орынды. Көп сұрақтар келіп жатыр. Тағы да мне сұрақтардың бірі. Можете... это не сұрақ, сохранить. Конечно, сохраним. Ризо міндетті түрде сақтаймыз. Біздің НПЦРХ Инстаграм желісінде сіздер біздің осы тікелей эфирде жазылған записті көре аласыздар және хабарласа аласыздар. Судың тұздылығы қандай мекемелер тексереді? Судың тұздылығы ол мекемеге міндетті емес. Біздің мысалға зерттеулерімізде бізде арнайы аппараттар бар. Яғни ол судың тұздылығын сол моментте судың басында анықтап бере алады. Сондықтан ол жағынан ешқандай мәселе тудырмайды. Привет, Алмас, как дела? Шетелдік ғалымдармен зерттеулер жүргізесіздер ме? Бағана жауап бердім. Жүргіземіз. Бізде жаңағы неміс ғалымдармен, жапон ғалымдар, Қытай ғалымдармен, соңғы кезде міне Америка ғалымдарымен жұмыс істеп жатырмыз. Кто это? Так. Келесі сұрақтар. Very happy, директор самый классный. Рахмет. Рахмет. Тағы бір сұрақ. Қонағымыздан Кіші Арал теңізінде судың тұщылануы балықтарға қалай әсер етуде? Мен сізге айтайын, салыстырмалы түрде 2000 жылдардан кейін тұздылық төмендей бастағаннан бастап балықтардың көлемі жалпы енді бұрын 400 килограмм 1000 тонна камбала балығы тұзды болған кезде ауланатын болса, қазіргі таңда 7000 тоннаға дейін балық көлемі өсті және ол жерде 11 түрлі кәсіптік маңызы бар балықтар аулануда Арал теңізінде. Және Аралға келіңіздер, Аралдың балығы өте дәмді. Арал пілмай кездесе ме дейді Артур мырза. Кездеседі, ол қызыл кітаптағы балық, бірақ өте аз кездеседі. Қазір балық аулауға бола ма? Very happy. Сіз қай аймақта орналасқансыз? Мысалға, әр жерде өзінің шектеу қою уақыты бар. Біздің мысалға Арал теңізінде ертең, Шардара жақтарда міне ертең бітеді, теңізде июнь 10-нан кейін бітеді. Жалпы, егер маусым айының 20-сынан кейін балық ауласаңыз, қателеспейсіз. Кукан дейді. Кукан деген сөз, ол балықты байлау деген бір жақсы білетін, терминді жақсы білетін бір кісілер жазып жатыр. Жауаптарыңызға рахмет. Так. Құрметті әріптес, құрметті қонақтар, уақыттың тығыздығына байланысты егер сұрақтарыңыз болса, қойып отырыңыздар. Бекіре балығы салқын суда өсіруге бола ма, қанша градуста өсіруге болады? Әрине, бекіре балығын өсіруге болады, бірақ салқын деп, егер мысалға 20-дан жоғары болса өсіруге болады, ал егер 20-дан төмен болса, ол тек қана салқын қанды балықтарға ғана жаңағыда ыңғайлы. Мысалы, форель деген сияқты. Табиғат пайдаланушылардың қандай міндеттемелері бар? Табиғат пайдаланушылардың міндеттемелері ол біздің балық шаруашылығын жүргізу қағидасында келтірілген. Заңдылықты ашып қарасаңыздар болады. Сол жерде толыққанды бәрі жазылған, қандай жұмыстар атқару керек және табиғат пайдаланушы өзінің жоспарына сәйкес жұмыстарын, міндеттерін орындайды. Рыбу можно сейчас ловить? Смотря от региона. Если у вас
южный регион уже скоро закончится, как бы в южных регионах уже скоро закончится запретный период. Поэтому, если после 20 июня начнете рыбачить, тогда не ошибетесь. Үкімет тарапынан су айдындарына толықтай ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізуге қаржы жеткілікті бөліне ме? Өте больной сұрақ. Әрине, қазіргі таңда былайынша айтқанда қаражат өте аз бөлінеді. Мен сізге айтар едім, ол біздің жылайтын сұрақ. Бірақ дегенмен де кеше өздеріңіз естідіңіздер, біздің еліміздің президенті өзінің жаңағы несінде айтты, 25 жылға дейін 6 есе көтеріледі деп. Сенеміз, үміттенеміз, сол кезде біздің ғалымдар жақсы жұмыс істейтін болу керек. Рахмет. Это мой друг дейді, Алмас, рахмет өте үлкен. Так, в каких водоемах рыба испорчена? Конечно, если рыба живая, тогда она не испорчена. Только тухлая рыба бывает испорченной. Спасибо. Рахмет. Құрметті қонақтар, егер қандай да бір сұрақтарыңыз болатын болса, қойыңыздар. Так, да, у вас недавно было в Шардаре болезнь рыбы. Да, было, но это как бы это временное явление было. Я могу как бы комментировать. Получается, рыба выходит из зимовки, голодной, как бы, да. То есть это все это зависело от то же время климатических условий. То есть получается, у нас как бы в южном регионе зимой было очень тепло, и как говорится, рыба активно двигалась в этот период, и поэтому она вышла как бы худая. Из-за этого у некоторых, особенно младшевозрастных рыб, появились паразиты. Это временное явление. Уже как наступила весна, потом уже лето, сейчас уже таких моментов мы не встречали. То есть сейчас наша экспедиция работает, и не фиксированы такие моменты. Так, мына жақта сұрақтар, вопросы. В Чилике рыба вкуснее, дейді. Конечно, это зависит от места обитания. Ағам-ай, балық жеуге бола ма дейді. Балықты көп жеу керек, міндетті түрде. Өйткені ол сіздерге жақсы витаминдер береді. Саламатсыз ба? Зерттеуде квадрокоптерін бақылау жүргізесіздер ме? Жаңағы судың географиялық орналасуын қарау барысында біз квадрокоптерді пайдаланамыз. Перспективы в сохранении от высыхания Аральского моря. Могу сказать, по проекту РРСАМ, то есть первая фаза уже завершилась, то есть начинается уже, как говорится, вторая фаза уже накануне. Надеемся, в прошлом году были представители Всемирного банка, и они, то есть эксперты, приезжали, посмотрели состояние, и они как бы были готовы оплатить на вторую, то есть выделить средства на вторую фазу. Это очень большая работа. В Чили хочу, там вкуснее рыба. Вкуснее, чем в Шардаре. Енді салыстыру керек. Құрметті қонақтар, бізде 5 минут уақыт қалды. Сол себепті де бәріңізге рахмет. Өте белсенді араласып, жақсы қатысып отырсыздар. Сұрақтарыңыз өте көп. Сырдарияның балы тәтті ғой дейді. Өте тәтті. Очень интересно было дейді. Спасибо большое, сохраните эфир дейді. Міндетті түрде. Құрметті әріптестер, құрметті
қонақтар, сіздерге үлкен рахмет. Енді біз бір сағат уақыт аясында біраз сұрақтарға жауап бердім деп ойлаймын. Егер қандай да бір сұрақтарыңыз болатын болса, біздің арнайы сайтымыз бар, kaznirh.kz, соған кіріп, өздеріңізге керек өңірлердегі ғылыми біздің орталықтың филиалдарын теруге болады, соны ескеріңіздер. Сол үшін біздің сайтқа кіріңіздер. Біздің сайтта көптеген мағлұматтар ала аласыздар, және мүмкіндіктер ғалымдармен балық шаруашылығын жүргізуде, балық өсіруде, басқа да гидробиология жағынан болсын, гидрохимия жағынан болсын, үлкен кеңестер алуға мүмкіндік аласыздар. Сондықтан біздің сайтқа кіріп, біздің орталықтың жұмысымен танысып алыңыздар. Сіздерге үлкен рахмет. Бізде уақыт таяп қалды, бір 3-4 минут уақыт қалды. Айтатыным, балық жеңіздер, балық асыраңыздар. Себебі балық өте пайдалы. Біле білсеңіздер, мысалға Жапон елінде өте көп теңіз өнімдерін жеп жатады. Бұл енді ғылыми тұрғыда дәлелденген. Сондықтан кім теңіз өнімдерін көп жейді, сол адамның жаңағы ойын, миын жұмыс істеу қабілеті, көзінің көру қабілеті артады. Соған қатысты мен сіздерді балық жеуге, теңіз өнімдерін жеуге, сонымен қатар жалпы су өнімдерін жеуге шақырамын. Бүгіндікке біздің жұмысымыз осымен аяқталды. Тағы да қайталап өтейін, сұраушылар бойынша сайт fishrpcs.kz, fishrpcs.kz, fishrpc.kz біздің сайт. Жазыңыздар, хабарласыңыздар міндетті түрде. Рахмет сіздерге.